көңілді, ал ластанған жеп шағы көңілсіз. Жеп шағымызды ластанған. Қайырлы күн балалар. Күнде таң атып, сендер ояна сала балалар. Терезеге қарайсыздар, иә? Терезені ашып, табиғат анамен сырласасыздар. Дәл бүгін табиғат ана маған не айтқысы келеді екен? Табиғат ана мені несімен қуантқысы келеді екен деп ойлаймыз. Солай ма? Табиғат анадан балалар біз мейірімділікті үйренеміз. Табиғатта адамзаттың жалпы тіршілік атаулының ежелден өмір сүріп келе жатқан ортасы осы табиғат балалар. Барлық тірі жан-жануар, өсімдіктер, адамдар барлығы осы табиғатта өмір сүреді екен балалар. Олай болатын болса балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы табиғат тілімен сабақ. Яғни балалар, табиғат ана бізді қаншалықты түсінеді, қаншалықты ұғады, біз де ол табиғат анамызды соншалықты ұғып түсініп көрейік. Олай болатын болса балалар, балалар, біздің күнделікті киіп жүрген киіміміз, ішетін тамағымыз, ауырып қалсақ қолданатын дәріміздің барлығын біз табиғат анадан аламыз, иә? Сол барлығын өзінде барын бізден аямаған балалар, табиғат ананы қорғау біздің міндетіміз екен. Олай болатын болса балалар, бүгінгі біздің сабағымыз табиғатты қорғау жайлы болмақ. Табиғат адам баласының құтты қонысы, жайлы мекені, ырыс дәулеті, денсаулығының сенімді сақшысы. Сондықтан халық оны аялайды, қадір тұтады, күтіп баптайды. Адамның екі анасы болады. Бірі туған анасы, екіншісі табиғат. Маған біреу ең ақылды, ең адалды, ең қымбатты, ең қарақылды қақ жарған адамды айтшы десе, мен осының бәріне табиғат деп жауап берер едім. Жер, су, ауа деген ұлдары болды. Олар өте ақылды, мейірімді екен. Табиғат ана бір күні ұлдарын шақырып алып, адамдарға көп қызмет еткен ұлға үлкен сый тартамын деп уәде береді. Сонда ұлдары анасының айтқанына қуана келісіп, адамдарға жақсылық жасауға келіседі. Ұлдары жан-жаққа кетіп, адамдарға құлып игілікті іс жасайды. Жер барша байлықтың анасы. Жердің қойнауында дәнді дақылдар, жеміс-жидектер өсіп шығады. Тұрмысқа қажетті пайдалы қазбаларды да жерден алады. Сондықтан бүкіл халық болып туған жеріміз бен мекенімізді сақтауымыз керек. Су тіршілік көзі, сусыз жер бетінде тіршілікті елестету мүмкін емес. Табиғаттың көркін ажарландырып, жер бетін саналы баққа айналдырады. Байлық көзі су, халқымыз ежелден ақ суды қастерлеп, сулы жер, нұрлы жер, судың да сұрауы бар деп, суды ерекше бағалай білген. Сондықтан судың қадірін ерекше бағалай білу керек. Табиғат тілмен сырласу. Мақсаты қоқысқа кеткен заттарға екінші өмір сыйлау. Менің жасаған жұмысымның аты бәйтерек ағашы. Қоқысқа кеткен картон қағаз және бір реттік қолданылатын салафандары және ермексаз. Алдыменен көлемі орташа картон қағазға орта пішінде ағаштың талдары мен бұтақтарын кесіп ағаштың эскизін жасап алдым. Одан кейін картонға ермексаздарды жағып, үстіне жасыл түсті салафандарды кесіп орналастырдым. Сәлем достар!
табиғатпен дос болайық, қорғайық.